Инвестиция табыс па, әлде тәуекел ме? Бүгін сіздермен өзімнің базалық курсымды сіздерге таныстыратын боламын. Бұл курста енді сіздер өздеріңіздің инвестицияға деген түсініктеріңізді айтатын боласыздар. Яғни мен сіздерге курстың программасын таныстырып өтейін. Бұл базалық курс енді бастаушыларға арналған және де осы инвестиция саласында осы бір жылдай жүрген адамдарға да бұл курс өте қатты көмектеседі. Енді базалық курстың программасы бірінші тақырып бұл инвестиция табыс па әлде тәуекел ме деген тақырып, және инвестиция трейдинг шындық қайсы деген осы екі тақырып енді бастап жатқан адамдар үшін арналады. Осы екі тақырыбымыз. Қалған тақырыптар ол әртүрлі дәрежедегі адамдарға арнала береді. Осы салада бір жыл жүрсеңіз де, 2 жыл жүрсеңіздер де сіздерге бұл ақпараттар, ішінде айтылатын ақпараттар сізге көмектесетін болады. Сондықтан осы үшінші тақырыптан бастап 10-шы тақырыпқа дейін толық қарап шықсаңыздар өздеріңізге пайдасы көп тиетін болады. Енді бізде үшінші тақырып облигация деген не? Төртіншісі облигация бағасы және табыс. Бесіншісі облигация таңдағанда нені қарау керек? Алтыншы тақырып ETF деген не? Жеті ETF-тің түрлері, нақты ETF-тердің түрлерімен таныстырамын сіздерді. 8 ETF арқылы қалай ақша табуға болады? Неге мән беруіміз керек? Нені қарауымыз керек? Қалай жасағанда біз өзіміздің ақшамыздан айырылып қалмаймыз? Осы бойынша осы тақырыпты айтатын боламыз. Және бізде осы 9-шы тақырып акция деген не? Осы 10-шы тақырып ең маңызды тақырыптардың бірі. Ол компанияларды қалай анализ жасаймыз? Компанияларға. Енді бұл базалық курс не үшін жасалынды деген сұраққа жауап беріп кетсем, өйткені қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей интернет желісінде өте көп ақпараттар тарап жатыр. Оның қайсысы шындық, қайсысы өтірік екенін енді бастаушы адамдар біле бермейді. Сондықтан сіздер осы базалық курсты өту арқылы осы маркетинговый видеолардан сіздер өздеріңіз қайсысы дұрыс емес екенін өздеріңіз нақты қарап шешім қабылдауға сіздерге көмектесетін болады осы курста. Сондықтан осы курстың жасалу басты себебі осы. Сондықтан толық қарап осы тақырыптарды өздеріңіздің инвестицияға деген түсініктеріңізді арттырып барып, ана өздеріңіздің ақшаларыңызды инвестицияға, акцияларға, облигацияларға, ETF-терге салсаңыздар болады. Енді біз тақырыпқа келсек, инвестиция табыс па әлде тәуекел ме деген бірінші тақырыбымызды қарастырамыз. Бірақ тақырыпты қарастырмас бұрын мен өзім туралы кішкене ақпарат беріп өтейін сіздерге. Есімім Нұрберген. Сіздерді инвестиция саласында жүргеніме 7-8 жылдан асты. Оқу орындары Қазақ ұлттық университеті бакалавр және магистратура менде 2 дипломдық программа болған. Оның біріншісі информационные технологии механики оптики деген ИТМО деген Санкт-Петербург қаласында жоғарғы университет бар. Жоғарғы оқу орны. Сол жерде аяқтағам. Одан кейін Қазақ ұлттық университетінде. Сонымен қатар қосымша оқу ол Высшая школа экономики деген 9 жоғарғы оқу орны осы Ресей мемлекетіндегі. Сонымен қатар одан бөлек экономика бойынша 20 шақты кітап. Бұл кітаптардың көп бөлігі академиялық кітаптар болып табылады. Яғни математикасы, экономикасы ішіндегі ақпараттар жоғарғы математиканы талап ететін, вышматты талап ететін экономикалық кітаптар болып табылады. Сонымен қатар инвестиция бойынша 30-ға жуық кітаптар оқылған. Әртүрлі деңгейдегі, оңайынан күрделісіне дейінгі. Соңғы 7 жылда ең мықты фондтардың, инвесторлардың және стратегияласын зерттедім. Оның ішінде Уоррен Баффет бар, Идалио Билл Акман деген мықты қазіргі заманғы инвесторлар бар. Солардың стратегиясы зерттелген. Әрине бұл бойынша сіздер қазір интернет желісін ашатын болсаңыздар, бұл адамдардың стратегиясы толық жазылған түрде жоқ интернет желілерінде. Мүмкін алдағы уақытта бұл стратегияларды ашатын боламыз. Жұмыс орындар Альфа-банкта финансовый аналитик ретінде жұмыс жасадым. Қазіргі таңда максимумда деген компанияда финансовый менеджер ретінде жұмыс жасаймын. Және негізгі жұмысым осы жерде. Және осы компанияның таза пайдасынан белгілі бір процент алып отырмын. Мен туралы жалпы ақпарат осы. Енді біздің тақырыпқа келсек. Енді бұл кейбір адамдар инвестицияны
келген кезде, акция алған кезде, ETF сатып алған кезде көбісі ақшаларын көбейткісі келеді. Бірақ көп жағдайда жоғалтып алып жатқан адамдар өте көп. Әрине айырмашылықтар бар, ол айырмашылықтарды сіздер өздеріңіз пікір ретінде қалдырсаңыздар болады комментарийға. Енді соларға біз біртіндеп тоқталамыз. Сондықтан бұл жерде инвестиция дегеніміз бұл тек табыс емес, яғни бұл жерге келіп тек табыс үлкен ақша жинап кетемін деген сөз емес. Бұл жердің әр инструменттің өзінің тәуекелі бар. Сол тәуекелдерді түсіну керек. Сол тәуекелдерге байланысты сіздер өздеріңіздің портфельдеріңізді құрастыруларыңыз керек. Инвестиция деген не деген сұраққа жауап берсек, инвестиция бұл ақшаңызды дұрыс жұмыс жасату. Сіздер инвестиция жасаған кезде ETF болсын, акция болсын, облигация болсын, оның артында компаниялар тұрғанын түсінулеріңіз керек. Ол компаниялар қалай жұмыс жасайды, қалай ақша табады, қандай продукттері бар. Ол компания жылына 30% таба ала ма, таба алмай ма? Яғни ақшаны дұрыс жұмыс жасату үшін инвестицияға салған акцияларын дұрыс алу үшін, облигацияларды дұрыс алу үшін осы компанияға салып жатқандарыңызды білу керек, және компанияның жағдайы кейде жақсы болады, жаман болады. Сол нәрселерді түсініп салғандарыңыз жөн. Әрине инвестицияда болашақ үшін табыс жинауға болады, пассивті табыс жинауға болады. Сол пассивті табысты ары қарай енді күрделі процент деген ұғым бар. Сол күрделі процентпен бүгін танысатын да боламыз осы видеода. Сол арқылы өздеріңіздің ақшаларыңызды ұзақ уақытта жоғарғы деңгейге жеткізсеңіздер болады. Әрине бұл гарантия еш жерде жоқ. Айтып өттім ғой жаңағы. Әр инструменттің өзінің тәуекелі бар, соны түсіну керек. Енді негізгі тәуекелдерге келсек, біріншісі көп адамдар кездестіретін тәуекелдер. Оның біріншісі бағаның құлауы. Сіздер сатып алдыңыздар, ол 10%-ке құлауы мүмкін, 20-30%-ке құлауы мүмкін. Кейбір жағдайда бұл қалыпты жағдай болуы мүмкін, кейбір жағдайда бұл жаман жағдайға тоже алып келуі мүмкін. Өйткені компания, сіз салған компанияның жағдайы шынымен нашар болатын болса, ол қайтып қалпына келмеуі де мүмкін. Осы жағдайларды ескеру керек. Екіншісі эмоция. Қазір көп адам осы енді бастаушы болған кезде осы эмоцияға ілігеді. Өйткені видеолар өте көп, маркетинговый видеолар бар қазір. Сіз осы активке салсаңыз, ақшаңызды бірден көбейтесіз деген видеолар толып жүр. Сондықтан ондай видеоларға алданбауларыңыз керек, және оны алданбау үшін осы курс сіздерге көмектесетін болады. Сондықтан көп адам осы эмоцияның әсерінен, видеолардың әсерінен өздеріне жаңағы жақсы табыс табу үшін деп айтайық, жақсы табыс табу үшін белгісіз инструменттерді сатып алады. Оған оның психологиясы жетпеуі мүмкін. Сондықтан кезде сатып жібереді, қымбат кезде сатып алатын жағдайлар өте көп кездеседі. Енді терең тоқталсақ болады бұл ұғымға, бірақ біз оны кейінгі видеоларда айта беретін болармыз. Енді көбінесе нарықта емес, проблема адамдардың осы психологиясын толық түсінбеуінде, және бұдан толық білімдері болмауында инвестиция бойынша. Соған байланысты эмоцияларын басқара алмай қалатын жағдайлар өте көп. Енді қате таңдау, жаңа айтып өттік, нашар компания таңдайтын болсаңыздар, ол компания сіздерді ақшаларыңыздан айыруы мүмкін. Бұл жерде тек қана табыс әкелмейді, бұл жерде сіздердің ақшаларыңыздан айырылып қалуларыңыз өте жоғарғы ықтималдылығы бар. Әрине инструменттің түріне байланысты. Сондықтан егер акция сатып алатын болсаңыздар, ETF сатып алатын болсаңыздар, ол жерде терең білімді талап ететіні түсінікті. Екіншісі хайп. Хайп қазір жасанды интеллектке байланысты компаниялар өте көп. Олардың қалай өсетінін түсіну керек. Сондықтан көп адамдар сатып алып жатыр, бірақ көп компаниялар әлі және пайда бермеген ол компаниялардың көп бөлігі. Сондықтан осындай хайппен сатып алып, ақшаларын айырып қалатын адамдар да өте көп. Қазірде білетін шығарсыздар, биткоин деген сияқты әртүрлі инструменттер бар. Оның барлығы тек хайппен сатып алынады. Артында болмайды оларда. Фундаменталды жақтан, сондықтан көп адам түсінбей, көп ақшасынан айырылып жатқан адамдар көп. Сосын түсінбей алу деген ол енді түсінікті нәрсе. Білім жоқ болған кезде, толық түсінік болмаған кезде оны түсінбей алып, ақшасынан айырылып жатқан адамдарды біз көріп жүрміз. Енді уақыт жағы. Инвестиция дегеніміз ол бір ай емес, бір жылда емес, ол ұзақ уақыт процесс. Егер тез нәтиже күтетін болсаңыздар, қателесіп кетулеріңіз мүмкін. Қазіргі уақытта тоже сондай видеоларды мен интернеттен көп көремін, Instagram болсын, TikToktан болсын. Бір авторлар шығады, портфельдері басында 100-200 мыңнан басталады, 4-5 айдан кейін уже ол 5 миллионға дейін көбейіп кетеді. Ондай жағдай мүмкін емес, достар.
инвестицияда бар жоғы жылына ол 40-30% арасында ғана ең үлкен табыс сондай процент береді. Одан артық табыс уже сіздер ойланып қарауларыңыз керек. Бұл мені алдап жатыр ма, алдап жатқан жоқ па? Вот осы нәрсені тоже есте сақтаңыздар. Ең маңызды ой, әрине инвестиция ол тәуекел, бұл жерде сабыр керек, яғни түсінік керек. Осы базовый курстың жасалуы ол сіздерге белгілі бір дәрежеде түсінік қалыптастырады. Қалған сабыр мен тәуекел әрине өздеріңіз қалыптастыруларыңыз керек. Және ең басты түсіну керек нәрсе бұл ойын емес, жылдам ақша емес, бұл ұзақ уақытта жасалынатын капитал болып табылады бұл инвестицияда. Сол нәрсені түсініп барып инвестиция жасағандарыңыз жөн болады. Енді сіздерге нақты түсінік болу үшін мен қазір фокус деген калькуляторды ашайын. Сол жерде біз жалпы күрделі проценттің күшін көретін боламыз және қанша уақытта идеальный жағдайда қанша уақытта біз инвестиция жасай алатынымыз және капитал жинай алатынымыз сол жерде көрінетін болады. Біріншісі кірген кезде осы Calcus деген калькуляторға әрине бізде бұл инвестиционный калькулятор болғаннан кейін стартовый капиталдарыңыз 100 000 теңге деп есептеп едік. Көп жағдайда срок инвестирования басында 3 жыл деп көрсетеміз сіздерге. Ставкаларыңыз 20% болсын. Қазақстан жағдайында 20% жақсы. Енді инвестировать доход дегенді жылына бір рет жасайсыздар. Өйткені сіздер акция сатып алсаңыздар дивиденд түседі, ETF сатып алсаңыздар дивиденд түседі, облигация сатып алсаңыздар жылына купон төленеді. Сол жинақталған ақшаны қайтып осы инструменттер сатып алуға жұмсайсыздар. Оны жылына бір рет жасаңыздар болады, жылына 2 рет жасасаңыздар болады. Енді біз идеальный жағдайды аламыз, сондықтан жылына бір рет деп есептеп кете берейік. Сосын дополнительный вложение деген болады. Жылына айына 70 000-нан салып отыратын боласыздар. Сол кездегі ақшаны көрейік біз. Міне қараңыздар, 2,5 миллион теңге барлық сіздер салған ақшаларыңыз, өйткені айына салып отырдыңыздар ғой. Басында 100 000 теңге салдыңыздар, одан кейін айына 70 000 теңгеден салып отырдыңыздар. Ал доход, яғни жиналған процент, ол 890 000 теңге. Бұл 3 жылда жиналған доход, соны түсініп алыңыздар. Жылда жиналған, яғни проценті, салған сумманың проценті 890 000 теңге. Ол жалпы ақшаның 25%-ін құрайды. 72% сіз құйған болып есептелінесіз. Жаңа айтып өттім ғой, көп адамдар портфельдерін көрсеткен кезде өздерінің салған суммаларын көрсетпейді. Жалпы портфельді көрсетеді, бірақ өздері қанша салғанын көрсетпейді. Сондықтан ол жерде түсініксіз, бірақ ең басты назар аудару керек нәрсе сол портфельдің қанша процент әкелгендігі. Осы нәрсені ескеру керек. Егер портфель аз уақытта үлкен суммаға көбейсе, мысалы басында 100 000 теңге болып 5 миллион теңге болып кетсе, онда сол адам өзі ақша салып жатыр деген сөз. Түсінесіздер ғой? Бірақ инвестицияда ең басты нәрсе ол сумма емес, ол жылына қанша процент жасай алатындығы. Ол адамның салынған суммадан қанша процент жасай алатындығы ең басты назар болу керек сіздерде. Мысалы портфелін көрсетсе, сіз портфельге сенбеулеріңіз керек. Сіздер неге сенулеріңіз керек? Сіздер сол портфельден ол қанша процент көрсете алады. Вот сол нәрсеге сенулеріңіз керек. Енді келесі нәрсе. Қазір көрсетеміз сіздерде. Бірінші жылды қараңыздар, 100 000 теңге бастапқы начальный сумманы салдыңыздар. Сосын ай сайын салып отырдыңыздар, 70 000 теңгеден 70 000 теңгені 12 айға көбейтетін болсаңыздар, 840 000 теңге жиналады. Сонда сіздер 940 000 теңге саласыздар. Қалған сумма 97 000 теңге, ол сіздердің осы сумма салынған сумманың проценті. 97 000 теңге бірінші жылдан түседі екен. Ал екінші жылы уже көріп тұрсыздар 284 000 теңге түседі. Үшінші жылы 509 000 теңге түседі. Яғни сіздерде белгілі бір процентпен көбейіп жатыр. Осы процент күрделі процент деп аталады. Мен сіздерге қазір бұның нақты күшін көрсету үшін қазір енді 3 жыл емес 10 жылға көтеретін боламыз. 10 жылда қараңыздар, ең үлкен процентный доход қай кезде пайда болып бастайды. 10 жылда сіздерде қараңыздар, жалпы жиналатын сумма ол 24 миллион теңге болады. Бірақ ол процентный доходы, яғни үстінен көрген проценттеріңіз жалпы портфельдің 65%-ін құрайды екен. 34% ол сіздердің салған ақшаларыңыз. Осыны ескеру керек. Екінші нәрсе білу керек, қараңыздар, қай кезден бастап үлкен доходты процентный доход көрсете бастайды. Ол
мынау 9-жылдан бастап 9-10 жылдары көрсетеді. Проценттің өзі жылына 3 миллион, мына жерде 4 миллион теңге түсіріп жатыр сіздерде. Бұл 9-10 жылдары. Бірақ оған дейін үлкен процент көрсетпейді негізі инвестицияда. Әрине сіздер өте үлкен суммаларыңызды салмасаңыздар, егер осындай аз суммадан бастайтын болсаңыздар, сіздер түсінулеріңіз керек, ең үлкен доходты сіздер 9-10 жылдары алады екенсіздер. Бірақ ең үлкен ақша жиналатын уақыт ол 10 мен 15 жылдар аралығы қараңыздар. Егер осылай салып отыратын болсаңыздар, 70 мың теңге, басында 100 мың теңгені салып отыратын болсаңыздар, ең үлкен доходтар жалпы инвестицияда процентный доход айтып жатырмын бұл жерде. Ол 10 мен 15 жылдың аралығы. Қараңыздар, процентный доход уже 81%-ын құрап тұр портфельдің. Ол 54 миллионды құрайды. Жалпы 67 миллион теңге жинайсыздар 15 жылда. Ең үлкен процентный доход қараңыздар 11 жылдан басталып тұр. Міне, мына жерде 5 миллион түскен, одан кейін 6 миллион, 7,5 миллион, 9 миллион, сосын 11 миллион. Бір жылда процентный доходтарыңыздың өзі 11 миллионды сіздерді құрап тұр екен. Осы нәрсені түсініп алыңыздар. Енді 15 пен 20-ны көрсек қазір кетеді ары қарай. Бірақ реальный өмірде әрине инфляция деген ұғым бар, налог деген ұғым бар. Енді инфляцияны алайық, бізде Қазақстанда білесіздер, қазіргі таңда 11% деп есептесек, налог сіздерде инвестициядан Қазақстан активтеріне Қазақстанның инструменттеріне инвестиция салатын болсаңыздар, налог жоқ әрине. Ал егер сіздер американдық акцияларды, облигациялар сатып алатын болсаңыздар, ол жерде проценті бар. Ол нәрсені ескеру керек. Сондықтан олардың да инфляция барлық жерде әсер етеді. Қазір налог емес, біз инфляцияны есептеп көрейік, 11%-пен 15 жылда қанша ақша жиналатын. Нақты жиналатын сумма міне 11 миллион теңге екен. Сондықтан бұл жерде де инструменттерді дұрыс таңдау керек. Яғни жылына 30% беретін, 25% инструменттердің стратегиясын дұрыс құру керек. Оны көп адам біле бермейді. Әрине стратегияны сізге кез келген адам қалыптастырып бере алмайды. Нәрсені түсініп алуларыңыз керек. Қай кезде көбірек ақша салу керек, қай кезде азырақ ақша салу керек, қай кезде сол арқылы портфельді жоғарылатуға болады, мына ставканы қалай жоғарылатуға болады. Әрине бұны біз осы неде айтпаймыз, бұл базовых курстарда. Оны терең деңгейлік курстарда мүмкін алдағы уақытта айтып қалатын болармыз.